сарыарқамды көтеріп жүрген екен дейді. Олжабай батырдың күллі болмысы бейнесі көз алдыңызға келе қалады емес пе ағайын. Домбыра шебері Қамар Қасымов жайлы былай дейді: нағыз қазақ домбыра демеуші ме еді, сол қазақты жасаған Қамар ата. Осыдан 8 жыл бұрын Алматы қаласында тәуелсіздікке тағзым атты тақырыпта алтын домбыра республикалық ақындар айтысы болып, 20-дан аса айтыскерлер арасында Баянауылдың тумасы павлодарлық дауылпаз ақын, халықаралық жыршы термешілер қауымдастығының мүшесі Аспанбек Шұғатаев та қатысып, алтын домбырамен 3 миллион теңгені қанжығасына байлап, Павлодар облысының абыройын бір асқақтатып еді. Одан басқа ол Таразда Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған Мәңгілік ел халықаралық ақындар айтысында 2,5 миллион теңге сый алып, сондай-ақ республикалық азаттықтың алтын бесігі айтысының жеңімпазы атанып, бас жүлдеге автокөлік олжалағаны есімізде. Нағыз талант қасымызда жүр, ал оны біреуміз көрсек, кейбіреуміз көрмей жатамыз. Өткен аптада ғана жасы 35-ке енді келген туған күні аясында ақын өзінің шығармашылық есеп беру кешін ерекше жағдайда өткізді. Ол 150 тау тұлғаларының суреттерін арнайы суретшімен келісіп, олардың өмір баяндарын «Баян мен таулар» атты кітабына жыр жинақ етіп, тұсауын халқының алдында кесті. Кешке оның өнерде жүрген әріптес Еркін Нұржанов, Тоқтар Серіков сияқты достары мен ұстаздары қатысты. Байтақ даламның бой тұмарындай, Баян ауылым, баянды мекен, жұпарын жұтсаң, құмарланасың, сан бұлбұлдары сайрар алдыңа, Жасыбай көлдің жұмақ жағасын, ғұмырыңда бір жайламау күні, ежелден бағын ертісін бағып, асқақ қарайтын ақын кейпіндей, әулие бұлақ шолпысын қағып, әлемді түгел әтірлейтіндей, болашағына үлгап барайын, аят дұғамда аяулы күбір, Баянауылмен бір мақтанайын, бәріңе тілеп баянды ғұмыр. Тәшікейұлы, кеше бір керемет кеш болды. Естай мәдениет сарайында өзіміздің жерлес Дуалы Ауыз, орақ тілді ақынымыз қазақтығым деп жырлаймын деп, осы барлық қазақтың мұң мұқтажын өлеңіне өріп жүрген осында біздің бауырымыз Аспанбек Шұғатаевтың кеше рухани бір кешінде болдық. Енді өзіңіз осыған қандай ой қосар едіңіз? Бір ғана Баянның мақтанышы емес, бүкіл қазақ халқының мақтанышы, біздің мемлекетіміздің мақтанышы болып жүрген азаматтардың бірі. Оны барлығы мойындау керек. Оны өзі мынау айтыскер ақын ретінде ақыр кезде өзі мойындатып жүр. Мен үшін өте биік тұлға, ол біздің Баяннан шыққан азамат. Мен Аспанбекті жақсы білем, оның ата тегін, шыққан жерін барлығын білем. Сондықтан мен Аспанбектің шығармашылығына, Аспанбектің қай жерде айтысып жүрсе де, соған жаңағы көңіл аударып, соны іздеп тауып, соның сөздерін жаңағы тыңдап, өте ыңғайда өте қуанып отырамын. Біздің Аспанбек айтыс өнерінде көп жылдан бері айтысып келе жатыр. Ол жаңағы алтын домбыраның иегері болды. Біздің Аспанбек мына қазақ, біздің қазаққа, қазақтың тарихына дегенде, қазақтың салт дәстүріне деген үлесі өте зор. Өйткені көне заманнан бастап, осы өзінің айтысында да мына жаңағы кітабымен әлі оқыған жоқпын, Алла жазса бұйырса оқимын, оған да бір пікір нетіп жазармыз. Сондықтан да мен мына Павлодар Баянауыл ертіс өңірінен біздің Аспанбек бауырымызға мына кітабының тұсаукесері құтты болсын деп айтқым келеді. Шығармашылығы әрмен қарай дами берсін, дами берсін. Мына келешекте біздің ұрпаққа көптеген
өсиет, өнеге, жаңағы үйрету деген сияқты, ұлтын жерін сүю деген сияқты көптеген жобасы, соның барлығы әрмен қарай дарыта берсін. Бауырым, шығармашылығың құтты болсын. Ол оқу менен болатын нәрсе емес, ол Құдайдың, табиғаттың берген адамға деген сыйы. Егер табиғат, Құдай өзі сонымен туған тума таланттар, олар өздерін көрсетпей қоймайды. Бұнымыз, әріміз. Түбінде жүр. Неліктен қазақ жалпы Аспанбекті қатты құрметтейді деген сұрақтас туындауы мүмкін өзінің туған елінде. Себебі қазақтың әдемі сөзі бар. Таулардың биіктігі жүрген соң бауырында күнде көріп таулардың биіктігі байқалмайды. Сол бауырында жүрген соң биік таудың биіктігі байқалмай жүрген шығар, бірақ Аспанбек біз үшін үлкен бір биік таудың біреуі. Біріншіден Аспанбек бауырымыздың шығармашылығына осындай кешіне үлес қосқаныма қуаныштымын. Одан кейінгі осы кереку халқымен қауышатыныма қуанышты болдым. Жалпы одан кейін айтыс десе бір иығымды бұрып тұратын жігіт болғандықтан Аспанбек бауырымыздың кешіне келу мен үшін тағы да бір мәртебе болды деп айтсам болады. Талай тектілердің кіндігін кесіп, бесігін тербеткен киелі мекенін көрермендердің ықыласы мен адал көңілінен шығып жүргенде Аспанбек бауырымыз ақберен жанры бекзат өнерінде айтыстан халыққа шабыт беріп, елдің сөзін сөйлеп, күрмеулі мәселелерді өнер тілімен жеткізудің жауапкершілігінің зор екенін терең сезінген ақынның нақ өзі. Мысалға, еліміздің қай өңірінде болса да болып жатқан түйткіл мәселелерді дөп көтеріп, оны өлеңмен өріп, қазақтығым деп жылаймын деп жырлайтын жыршы ақын халықтың ойынан шығып, жүректерден орын алған мына бір өлеңін тағы да бір тыңдап көрейікші. Бүгін жұртымның неге жолы мұң, биліктен бастап бәрінің жалтақтық басқан көңілін. Біз қазақ деген халықпыз, заманы қалай құбылса қисайтқан сөйтіп бөрігін, қу түлкі ғұмыр кешсе де жүрегін берген бөрінің. Тіліме тиек етейін тауқымет тартқан бүгінгі қазақтың әрбір өмірін. Қарағанды деп жылаймын, қыздыра алмаған көрігін, көршіге берген көмірін. Сап құрар талай жігіттің шақтылар қиған өмірін. Отқа жағып егінін, кәрістер алды бөлшектеп қаныштың тапқан өнімін. Ер жақсысы дегендей түрмеге жауып серігін, гей клубта жүр сынығы кешегі сәкен серінің. Өскемен деп жылаймын, шуылдап жүрген шығысым, қазақтар жасап жұмысын, орыстар асап парысын, арбалап кетті күйеуі Алтайдың алтын күмісін, ордасынан айырдық Оралханның кер бұғысын, полигон жұтқан Семейдің тарылтып біттік тынысын, Алтай қыс келгенде тентіреп жүрген туысым, қайранда менің қазекем, өз елің өз жеріңде, өгей ұлттың бірісің, осынша байтақ даламда қорғап ет бабам кім үшін, түбі бір қазақ қолғалар, ер Қабанбайдың қылышын. Кереку деп жылаймын, жанымды мұңмен шержейді, тәуелсіздік алсақ та Павылдың аты өлмейді, Кутузовтың орнына Мәшекең неге келмейді, айқады көңіл сенбейді, жүректі қайтып емдейді. Аспан көзді қабандар төрімде жатып жемжейді, байлығын қазып қазақтың айлығын дұрыс бермейді. Билікте жөнге көнбейді, орыс құласа көретті, қазақ жыласа көрмейді. Мінбеге келген әкімін түрмеге салып жөндейді, одан да соттамайды ма байлығымды тонаған Ибрагимов деген өзбекті Машкевич дейтін еврейді. Кеткендерді бетімен, сүндет деген шетінен, сағынып кетем шоңдейді. Көкшетау деп жылаймын, аспан сүйген айдарын, бабам қорғап қалған жер ұшыменен найзаның, ақан серлер шырқаса, оқ жетпесін түгелі тыңдатқан дейді айғанын. Сол жерді кеше орыстан қорғап қалған бір түнде ардақтанам айғаным, қадіріңді түсінбес қарағайыңды қырғасап, казино салғыш байларың, жер бетінің жартысы жаз болса өріп жүреді, көліңнің қалқып қаймағын жын ордасы қып алмайық, хан ордасы атанған Абылайдың жайлауын. Қостанай деп жылаймын, басқадан қойған бастығын, отарды салып алдына бақташы қойған қасқырын. Қайранда менің қазекем, тауғы бүйгенмен астығын, толтыра алмай әні жүр түбі тесік қапшығын. Үміттеніп келеді, ертең болар деп жақсы күн, төрімді таптап сарылар, төремнің бауыры тас бүгін. Жалғыз қалмасам болар етпейтіндей бақсының.
Петропавл деп жылаймын, Мәскеуге бұрған есігін, баю-баюмен тербеткен бөбегі жатқан бесігін, қызылсырап жатпасем, қызылжар болса есімім, баса көктеп бас бұлттар жүргізет дейді шешімін. Бабамнан сұрап кешірім, Құдайдың күттім десімін, күтермеген бір бақыт, бітермеген осы күн. Таразым деп жылаймын, таусылмай қойдау қусынап, айырқалпақты қырғызға алақан жайған су сұрап, 2000 жылдық қаладан 2 күн сайын шу шығады, рухым солай тұншығады. Бүгінгі көкек аналар, далада қалған балалар жауабы жоқ, мың сұрақ, шүкір етудің орнына Құдайға неге қырсығады. Сенен басқа бір адам ала алмай жүр ол сұрап, қайтайын кейбір адамның көкірегіне түспей жүр көргеде түскен күн шуақ. Шымкент деп жылаймын, өзбектер теріп мақтасын, киім қылып сатқасын, кәрі жасы жағалап, сиынып жүрсе аралап кесенелердің қақпасын. Нүрәлі дейтін немелер пайғамбармын деп шаттасын, мектепте оқитын қыздардың аяға урлап жатқасын. Айбоздары алаштың қай жаққа бұрдың атпасын, қазақты азып тозудан Құдайым өзі сақтасын. Кетдилінен жер қурады, уданда жаман ураны, даламның бетін улады, адамның көнгіш құл жаны, байқоңырым болып тұр Ресейдің тулағы. Сол жайлы ойланды мекен, кебеже қарын кен құрсақ, биліктің бөспе қулары, тәуелсіздігім туса да, тәубені күнім тумады. Атырау деп жылаймын, елмен бір өмір сүрмеген, Махамбеттің кезінде қазақ кешкім күлмеген, туыңдан бөлек адамдар туырлығыңды тілмеген, ал қазір сақтанған дұрыс, сырттан келген кірменен, бір былыққан дінменен, бір былыққан жынменен, мұнайыңды бұрғылап, маңдайыңнан ұрғылап, жігеріңді құм деген, жібегіңді жүн деген, ұлдарыңды құл деген, қыздарыңды күң деген. Абай бол қазақ баласы, итпенен бірге ұйықтаған, бір боянады бүргемен, қарқара малдың қардымаш қайда барып күн көрем. Ақтөбе деп жылаймын, сөзіме құлақ салыңдар, шағылып жатқан тауым бар, талауға түскен малым бар, атылып жатқан ерім бар, сатылып жатқан арым бар, қасқалдақтай қаным бар, бас бармақтай бағым бар. Ұшырып алам демесең, 4 құлаңды тіреген арақ зауытты жабыңдар, аузынан алла түспеген, қымыздан басқа ішмеген, кешегі қайдан нарулдар, қаншалар менен ханымдар, жыламағанда қайтесің, басқарып отса жұртымды, ғалымдар кетіп залымдар, дарындар кетіп қарындар. Маңғыстау деп жылаймын, тұлпары кетпес кермеден, бекет адам жатқан жер шырағы діннің сөнбеген, батыстың бұлғап айданын, Каспийдің сорып байлығын, кәсіп қып алған маймұрын көк аттылар жүр көлденің, Тайранда менің қазекең, балықшының ұлындай теңізде жүріп шөлдеген, Жаңөзен жатыр жанында, шыңғыртып отқа салса да шықпаған жаны кеудеден, қабырғасын қаусатып, бір-бірін деп сөксе де қабағын шытып көрмеген, кіші жүзім аман болды, арысы өліп кетсе де намысы бойда сөнбеген. Алматы деп жылаймын, көрінгенменен сүйкімді, көңілді тербеп күйтерді, күнде жиын митінгі, түн болса жері жұлқынып қашыратын ұйқыңды, Алматыны бір кезде алма бағы дейтінді, ұжымақтың жемісін сенен ғана жейтінді, орнына орналы байлар соққан үй тұрды, тауға барсаң түріктер, қырға барсаң қытайлар, сығып жатыр бейтіңді, байрағы жоқ біреулер шекарадан кіріп шығармасын дейтінді. Абай бол қазақ баласы, тәуелсіздіктің жолында қаншама бастар үйтілді. Астана деп күлемін, сөзі нұр, әні нұр, тәні түгіл жаны нұр, жаны түгіл ханы нұр. Астанада бәрі жүр, қазанатымның қасында қапа жалды жабы жүр, азаматымның қасында азған ұры қары жүр, корольге сенген дамы жүр, алтынлықтың жағдайы тоз көзірге бәрібір, суық қала болғанмен сарыарқамның сәні бұл, қазақ аман болса екен жаны бөлек қаны бір. Құмайда құмай күн, құлдилап төмен құлаймын, күйбіңмен өткен күндерге күлкімді бердім мұңайдым, жарты кештілім зарланған обалың кімнен сұраймын, дінімнің діңі шайқалған, дәл сап жүрміз шайтаннан Құдайға қайтып ұнаймын, шашылған елдің тарыдай шаңырағын қайтып құраймын, кетігі кеткен дүниенің кетігін налай бұраймын. Адасып бара жатырмыз аманында күнайдың, қыстекелері қаптаған, аруы ардан аттаған, елі арысын жоқтаған, ері намысын таптаған, не заман болды ақтабан арылар мекен бұғайғым, көк байрағымды құшақтап, қазақтығым деп жылаймын, азаттығым деп жылаймын. Әділдіктің жаршысы болып Аспанбек бауырымыз халықтың мұңын мұңдап, жоғарыда отырып, халықтың ақшасын қалталарына басқан шенеуніктерді де азу тілімен шағып, қиын кезеңде халықты алдаған әнші шоумендерге деген наразылығын өлеңімен білдіріп жүрген бірден бір ақын. Онда ол құйрықпен жауып әрізін, төрімде отыр кәрі жан, әңгімесін тыңдасан, Қазақстанда бәрі зың, ертегідей жаттадық 2050 аңызын, 300-дің соры болып тұр, 200 миллиард қарызым, жеріме отыр сұқтанып,
Путин менен Маозын. Долданып отыр көкелер, долларға жасап тағызым. Карантин қайдан түсінсін, қара қазақтың нарызын. 42 мың аламын десен, 1600 төлеу керек парызын. Бұл да түсіндіріп тұр пирамиданың маңызын. Әншілер менен әртістер, балағы қысқа бауызын. Лотерея ойнап жүр, халықтан ұрлап нан үзін деп шенейді. Армап жүр, мына жақта бір қазақ, түрмеден кәтеш алған жүр. Мына жақта бір қазақ, орыстың үйін жалдап жүр. Мына жақта бір қазақ, Украинаны даулап жүр. Қабанбайды туған ел, Зеватырға таңдап жүр. Ей қазақтың баласы, қызыға бермей басқаға, әлемді өзің таңғалдыр. Айналаңа қарасаң, көрінбей қанша таулар жүр. Бір-біріңді бағалап, алдартыңды аңдап жүр. Барлығыңа айтарым, не қазақпен бірге бол, не қазақтан аулақ жүр.